Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін барлығымыздың сүйікті тортымыз балды торт, яғни медовый торттың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай, қарапайым рецепт, кез келген адамның қолынан келеді. Видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен бізге қажетті заттар: сары май, қант, сода, мед және де 2 жұмыртқа қажет. Алдымен қантпенен жұмыртқамызды бөлек ыдысқа екеуін қосып жақсылап араластырып аламыз. Дайын қылып араластырып қоюымыз қажет. Енді газға ыдысымызды қойып, үстінен балымызды ертеміз. Бал қайнап кетпеу керек. Ерту барысында немесе сұйық балды қолдансаңыздар болады. Көріп отырсаңыздар, менің ыдысым жұқа болғандықтан уже медім қайнап кетті. Енді осының үстінен 1 шай қасық сода қосамыз. Мінекей, бірден қайнап кетті. Сондықтан сіздерге антипригарный қалың ыдыста қайнатуға кеңес беремін. Мінекей, осындай янтарный карамельный түске енгенше араластырамыз да газдан алып, үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Және де жұмыртқа мен қант араласқан қоспамызды қосып, тағы да бірден қаттырақ араластырамыз. Өйткені жұмыртқаларыңыз ыстыққа пісіп қалмау қажет. Араластырамыз. Енді осы қоспамызды таза ыдысқа құйып аламыз. Қазір түсі мұнда темный болып көрініп тұрса, ұн қосқаннан кейін түсі ағарады. Мінекей, ұнымыздың жарты бөлігін осылай елегімізде өткізіп бір рет араластырып жібердік. Енді ұнның қалған бөлігін тағы да елегімізден өткізіп қосып араластырамыз. Сонда консистенциясы сәл қою қамыр шығу керек. Қамырларыңыз тығыз, қатты болып қалса, корждарыңыз да тығыз болып қалады. Сондықтан консистенциясы осындай болып шықса, корждарыңыз жұмсақ болып шығады. Мінекей, дайын болды. Енді осының үстіне таза пакетімізді жауып, жарты сағатқа немесе 1 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Қамырымыз дайын болғанша заварной кремін жасаймыз. Мен тортқа заварной кремнің рецептін түсірмедім, оны барлықтарыңыз біледі деген ойдамын. Осында белгілеп кететін болам. Текстке мінекей сүт қосамыз, 1 жұмыртқа, кукурузный крахмал және де сары май мен қант қосып заварной крем жасаймыз. Және де осы заварной крем суыған соң аздап сливки қосып жесеңіздер болады. Сонда кремдеріңіз дәмді болып шығады. Енді корждарымызды теңдей осындай 5 бөлікке бөлдім. Әр қайсысы 150 граммнан шықты. 150-150-ге жуық граммнан шықты. Ұнға аунатып, үстінен жай-жай басып, қамырымызды жаямыз. Холодильниктен қамырларыңызды алғаннан кейін міндетті түрде ұнға аунатып, қамыр етіп біріктіріп аласыздар. Осылай тарелкамен өздеріңізге қажетті формада кесіп алғаннан кейін жартысын мен тағы да 1 зуала қамыр етіп шығарамын. Жартысын обтяжкаге қолданатын боламын. Осылай вилкамен шұқып аламыз да 180 градуста 5 минутта пісіріп аламыз. Қамыр өте нәзік жұмсақ болады, сондықтан үстінен қатты баспаймыз және де ұн сеуіп отырып жаямыз. Менде торттың диаметрі 16 сантиметр болды, яғни өлшемі кіші қылып жасадым. Енді суығаннан кейін осылай ортасына кремдеріңізді жағып, 2-3 ас қасық крем қосып, жағып барлығын торт етіп біріктіретін боламыз. Және де кремдеріңізді жағып болғаннан кейін 5-6 сағатқа немесе 1 түнге тоңазытқышқа қалдырып қойсаңыздар болады. Шетіне қалған корждарын блендермен немесе оқтаудың көмегімен қоқым етіп жасап аласыздар да, яғни ұнтақтап шеттеріне сеуіп, бетіне сеуіп аласыздар. Болды достар, өте оңай медовый торт жасау. Мінекей, жасап көріңіздер. Сіздерге өте қарапайым, оңай жолмен бөлістім. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де WhatsApp желісінде осы видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға, барлықтарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға
аз болсын.